Бүгін бір ақпарат келіп жетті маған, бір видео көрдім. Сол жерде бір азамат айтып жатыр, мынау салюттар атылып жатыр ғой. Осы атылып жатқан салюттарды мешітке садақа әкеп берсеңдерші, туған туысыңа садақа берсеңдерші дейді. Сол кісі секілді айтатындарға жауап бергім келеді. Жалпы салютты 20-30 ұзаса 40-50 мың алады. Өте бай тұратын, жақсы тұратын адамдар 100 мың, 200 мың, 300 мың алуы мүмкін. 500 мыңға дейін салют алатындар бар. Жақсы тұратын енді адамдар. Мультимиллионерлер сондай адамдар алады. Енді былай қарапайым жақсы тұратын адамдар алады 500 миллионға дейін. Егер салют ататын болса, салютты сатып алғанда сол ақша Қазақстанның экономикасында қалады. Мысалы, осы қаншама сақалы бар, қысқа балақ киген жігіттер салют сатып тұр. Солардан барып салют сатып алса, ол жігіт өзінің бала шағасын қуантып, жаңа жылдың алдында болған 3 күн саудамен 1 ай бала шағасын асырайды. 3 күн саудамен әйелін, бала шағасын, туған туысын қуантып, соларға киім алып береді, тамақ алып береді. Біріншіден, ол еліміздің экономикасына құйылатын ақша. Ол ақша шетелге шығып кетпейді. Екіншіден айтайын да, енді салют неге атқылайды дейді де, айналайындар, біз айтпаймыз ғой, Меккеге барып, шайтандарды неге таспен атқылайсыңдар, неге тас жалайсыңдар. 2 миллионнан 10 миллион теңгенің ортасында, енді орташа енді қарапайым адамдар 2 миллион мен 4 миллионның ортасында барады. Ана шетелдің экономикасына сол ақшаны саласыңдар ғой, сол ақшаны садақаға мешітке бермейсіңдер ма? Сол мешітке берсеңдер, әйтеуір мешітте молдалар Қазақстанның азаматы ғой, туған туыстары да Қазақстанның азаматы. Ол алса тең жартысын алар, ауылдың мешітінде болсын. Қалған халыққа берер. Тіпті тең жартысын емес, 70% алса да, қазақтың азаматы ғой, Қазақстанның экономикасына құйылады. Біз айтпаймыз ғой. Соны садақаға бана 4 миллион, 3 миллион, 2 миллионды елдің экономикасына құйылады. Анау атаң басын іздеп барасың ба, ана жаққа барып, шайтанды атқылап. Өзіміздің елде сол түнде салютпен атыңдар, шайтанды, сол салютпен ата беріңдер. Бүкіл шайтанның бары Меккеге жиналып алмаған шығар, Қазақстанда да бар шығар, қашқан пысқан шайтандар. Енді әбден қарғыс атып, бүкіл шайтанның бары Мекке қарғыс атқан жерде жиналып алса да, бізде де аз-аздап бар шығар. Енді жұмақ жер, бұл жерде шайтан болмайды. Тәртіпті жер, адамдар Тәңірдің өзі жұмақ қылып жаратқан. Сондықтан шайтан болмайды десе де, енді қашқан пысқан бізде де шайтан бар ғой. Сол енді анау 100 мың, 200 мыңға сол атылатын салюттар 50 мыңға сол шайтандарды қуып жүріп атқылайды жаңа жыл күні. Және ел экономикасына құйылады ол ақша. Шетел асып кетпейді. Сондықтан сіздер мына қажылыққа, кіші қажылық бар, қаншама миллиондаған ақша шығып жатыр да. Сол қажылыққа шығатын кезде, ел қажылыққа барсақ бола ма деп мешітке барған кезде имамдар солай айтыңыздар сіздер. Айналайын, мұсылман, жамағат, тентіреп елге барғанша, жұмақ деген туған жерің, Мекке деген туған жерің, тентіремей сол ақшаны садақа қылып мешітке әкеп беріңдер. Әйтеуір мен де бір қазақтың баласымын, сол ақша елдің экономикасына жұмсалады, мен оны шетелге шығарып жібермеймін ол ақшаны. Оның біразын өзім ұстасам да, бала шағама, туған туысыма ұстасам да, қалғанын елдің қажетіне жаратам. Тентіреп, анау Меккеге барып шайтан атқанша, осы жерде шайтан атсаңдар болады. Ана жаңа жыл деген мереке бар ғой, соның салютпен шайтан атыңдар деп айтыңыздар да. Жаңа жыл харам деп өзі арам адам айтады да. Тұна бойы тұнып тұрған арамдыққа толып кеткен адам ғана жаңа жыл харам дейді. Тек арам адам егер жаңа жыл харам десе, ол адамды арам деңдер. Ол адамның жанына жолымыңдар. Мен сіздерге айтайын соны. Елдің экономикасына құйылып жатқан, мемлекеттің экономикасына құйылып жатқан ақшаға іштер ашып, анау айдаладағы бір жерге барып тас жалап келгенге халықты үгіттейді. Туған ата бабаңның мазарына барып айланып қайт. Ең құрмағанда неге бар? Түркістанға бар. Тіпті қасиетті жер дейсің. Түркістанға барып, жылына 3 рет барып кел. Түркістанға. Сол 2 миллион теңгеге. Түркістанның экономикасына құйылады, сол жерде халықтың қалтасына құйылады ақша. Сондықтан елдің экономикасына құйылып жатқан ақшаға іштер ашып, шетелге неге жібермейді соны? Анау арабтар неге асырамаймыз деп жатқандар, араб мемлекетінің Қазақстандағы шпиондары деп біліңіздер.